Жәке өткендегі компаниямен договорға отырдыңыздар ма? Сол теге ол жағын уайымдамаңыз. Договорға ұзақ уақытқа отырдық. Өте керемет болды. Балдардың айлығы не болып отыр? Балдардың айлығын бәрін бердік. И өткен айда результат жақсы болды нәтижесі. Соған бонус ретінде, сыйақы ретінде бір нәрсе қарастырсақ қалай болады сол теге? Өте керемет. Осыны қарастырыңызшы. Келістік. Ереке, жалпы не істейміз бүгін? Білмеймін, бүгін кешке көру керек. Айтпақшы, кеше Бейбас братан iPhone 13 алыпты 1 миллион теңгеге. Қойыш? Еще тағы соны сындырып алған ғой. Одан айтам оны сияқты қарапайым телефон ұстап жүре болады ғой деймін да. Ой, сіз оны айтасыз, менің класстасым Бақтияр деген кеше 570 алады ғой. 570-ін алады, соғып алады резко. Кеше оны інісі айтып отыр маған. Ол 570-ін бампері қанша тұратын оны білмейді де ешкімше. Шыны керек, қайырымдылық қормен бір бәлемен айналысса болады. Біз сияқты немесе простой көліктермен жүре берсе болады ғой. Қойсаңдар, шіктер не аласыңдар біреудің өмірінде. Өздерінің ақшасы жаратып жатқан, өздері жауап береді. Не аласыңдар? Әңгіме болып береді. Қанеке просто жының келеді да ондай адамдарға. Не аласың, брат? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар? Ал, құрметті әріптестер, қалайсыздар? Жақсы, Аллаға шүкір, аман есен, өздеріңіз. Жақсы ма? Ал, құрметті әріптестер, өткен айдағы жоспарды Жәкең айтып жатыр, өте керемет болыпты. Сіздердің арқаларыңызда осы жұмыстың жүруі, сіздерге ризамыз, сіздерге рахмет. Айтпақшы, мынау Нұрекең жұмыста көрінбейді ғой. Ой, Басеке Нұрекеңді айтпай қойыңшы. Нұрекең обедке дейін ұйықтайды, ол кісіні вообще түсінбеймін. Басеке не қылса жай ғана соны жұмыстан шығарып жүрекші. Ой, оңкі, Басеке, өмір сол ғой. Жұмыстан құрта салған дұрсын. Айтпақшы сол теге Нұрекен маза сумай сырғаттанып қалыпты. Соны маған бір ескерткен еді. Сізге айтамын деп есінен шығып кетіпті. Сіздерді байқап жүрмін, соңғы кезде көп ғайбат айтатын болыпсыздар. Мынау атам қазақта жақсы әңгіме бар емес па? Біреудің мінін тергенше, өзіңмен күрес өлгенше дейді. Сол себепті біз өзімізбен күресейік. Біреудің сыртынан әңгіме айтқанымен біз өспейміз жігіттер. Одан кейін мынау ғайбат айтқан адамның ешқашан мойындамайды екен. Өйткені ақиқатты айтып тұрмын ғой деп. Сол себептен біреудің сыртынан сөйлегеніміз дұрыс болмас. Екінші, бұл нәрсені қайталамаңыздар жігіттер. Жарай ма? Жәке, ал жұмысты бастаймыз ба? Бастайық.